Biz 9 sınıfқа арналған алгебра сабағын бастаймыз. Біздің бірінші сабағымыз теңдеулер және олардың жүйелері деп аталады. Квадрат теңдеулерді біз 8 сыныпта өткен болатынбызды. Біз мұны жеке талдап және олардың графиктеріменен тереңірек танысатын боламыз. Ал мұнда қарайық. Квадрат теңдеу дегеніміз ax квадрат плюс bx қосылған c тең 0. Мұндағы a, b, c олар коэффициенттер деп аталады. Яғни бұлар нақты сандар. a 0-ге тең болмау керек. Ал енді мұнда b квадрат минус 4ac өрнегі d әрпімен белгілейміз. Бұл квадрат теңдеудің дискриминант деп аталады. Оны біз бұрыннан білесіңдер. Квадрат теңдеулердің шешімдері қай кезде шешімді болатынын түсіндірейік. Егер дискриминант 0-ден үлкен болса, әртүрлі екі түбірі бар болады. Ал дискриминант 0-ге тең болса, бір түбірі бар болады. Яғни екі түбірі бұл кезде беттесті деген сөз. d 0-дан кіші болса, түбірлері жоқ. Себебі түбір астында дискриминант минустан болғандықтан ол мағынасыз боладыдағы теңдеудің түбірсіз болады. Ал енді міне екі түбірінің өрнектелетін формулаларымыз. Квадрат теңдеудің екі түбірі болады. Біріншісі x1 ол минус b плюс түбір астында дискриминант бөлінген 2a. Екінші түбіріміз минус b минус түбір астында дискриминант бөлінген 2a. Ал қысқаша біз x1, x2 тең минус b плюс минус түбір астында b квадрат минус 4ac бөлінген 2. Осы формулаларменен квадрат теңдеуді шешетінін біз бұрын білеміз. Мысалы, біз 4x квадрат минус x минус 3 тең 0 теңдеуін қарастырайық. Бұл кезде бізде a 4-ге тең болды, b 1-ге тең болды, c минус 3-ге тең болды. Енді дискриминантын тауып көредік. Дискриминанты жаңа біздің формула бойынша b квадрат минус 4ac тең 1-дің квадраты 1 минус 4 көбейту 4 көбейту минус 3. Нәтижесі мұнда 4 пен 4 16, 16-ны минус пен көбейтеміз 48, мұнда минус, екеуі плюсқа айналаттағы 49 болады. Енді x1 минус 1 плюс түбір астында дискриминант ол 49. Бөлінген 2a ол 4 тең минус 1 плюс 7 бөлінген 8. Яғни бұл 4-ден 6 немесе 8-ден 6 немесе 4-ден 3. Енді екінші түрін табамыз. Минус 1 минус түбір астында 49 бөлінген 8 тең минус 1 минус 7 бөлінген 8 тең бұл жерде минус 1 шығады. Сонымен біздің теңдеуіміздің түбірлері 4-ден 3 пенен минус 1. Квадрат теңдеуді шығарудың басқаша оңайда тәсілдері болады. Мысалы, екінші коэффициентті міне b тең b жұп сан болса, яғни b тең екем түріндегі сан болса, онда міне x1, x2 тең минус b плюс минус m плюс минус m квадрат ac. Міне жерде мұна жұп санның жартысын аламыз. Түбір астынан оның квадратын және мұнда бұрын дискриминантта 4ac болушы еді, енді 14 елемейміздағы
tek A мен C'ның көбейтіндісін аламыз. Бұрын бізде бөлімінде формула бойынша 2A болушы еді, енді бізде 1 ғана. Оны 2 еселемейміз. Енді бұған мен мысал келтірейін. Мысалы, мысалы 3x квадрат минус 20x плюс 17 тең 0 теңдеуін қарастырайық. Мұнда екінші коэффициент b бізде 20. b тең 20. Яғни бұл 2 көбейтілген 10. Жоғарда біздің формуладағы m-нің орнында мұнда 10 тұр. Формуланы қолданатын болсақ, x1, 2 тең. Мұнан қарама-қарсы таңбаменен 20-ның жартысын қоямыз. 20 минус таңбалы болғандықтан енді біз плюс 10. Плюс минус 10-ның квадраты 100. Минус 17 менен 3-ті көбейтеміз. Бұл жерде 4 еселемей 17 мен 3-ті көбейтеміз, сонда ол 51 болады. Түбір астында. Бөлімінде 3-ті 2 еселейміз, 3-тің өзін қоямыз. Сонымен 10 плюс минус 100-ден 51-ді алсақ, ол 49, 49-дан 7 түбір шығады. Бөліміз 3-ке. Бірінші түбірі 10-ға 7-ні қосам 17, бөлімде 3. Яғни ол 3-ден 17. Екінші түбірі 10-нан 7-ні азайтамыз, бұл 3, 3-3-ке бөліміз 1. Мен жерге мұнандай жақша қойылады, бұл немесе дегенді білдіреді. Теңдеудің түбірлері 3-ден 17 немесе 1. Бұл біздің жоғарыдағы ең бірінші жалпы жағдайдағы формуланы біраз жұмысымызды жеңілдетеді. Көптеген есептерге осынды қолдануға болады. Бұл теңдеулерді енді 4 дәрежелі теңдеуде квадрат теңдеуге келтіруге болады. Бұл кезде x-ның 4 дәрежесімен және квадраты қатысқан болу керек. Бұл 2 дәреже, куб дәрежеменен 1 дәрежелі болмаған жағдайда квадрат теңдеуге келтіріп шығаруға болады. Бұл теңдеу биік квадрат теңдеу деп аталады. Биік квадрат теңдеудің түрі міне ax 4-ші дәрежелі плюс bx квадрат қосылған c тең 0. Бұл жерде біз егер x квадратты y деген алмастыру енгізетін болсақ, бұл квадрат теңдеуге келіп тұр өзінен өзі. ay квадрат плюс by плюс c. Енді біз енді y1 мен y2-ні табамыз. y1 мен y2 жаңа жоғарыдағы формуланың кез келгенін қолдану арқылы y1-ді тапқанда оны x квадратқа бір рет теңестіреміз. Бұдан x1, x2 түбір шешім табылады, плюс минус түбір астында y1. Және табылған екінші y2-ні x квадратқа теңестіреміз, бұдан x3, x4 шығады. Енді бұл теңдеулер қай кезде шешімді, шешімсіз болатынын талдау керек. Егер жаңағы y1 менен y2-ның қай біреуі 0-ден кіші болса, онда теңдеудің 2 шешімі болады. Ал екеуі де 0-ден кіші болса, онда теңдеу шешімсіз болады. Ал екеуі де 0-ден, y1, y2 екеуі де 0-ден үлкен болса, онда теңдеудің 4 шешімі болады. Бұл түсінікті болды. Енді мысал қарастырайық. x квадрат минус 29 x квадрат плюс 100. Жоғарыда айтылған бойынша x квадратты біз y деп белгілейтін болсақ, онда біздің теңдеуіміз y квадрат
minus 29 y қосылған 100 тең 0. Ал дискриминантын табайық. Жиырма тоғыздың квадраты азайтылған 4 көбейту 1 көбейту 100. Мұнда 29-ның квадратын есептейміз. 9-9-81, 2-9-18, ойдағы 8 бен 26. 2-9-18, 2-2-4, ойдағы мен 5. 1, 4, 7, 841. «841'ден азайтамыз 400'ді. Бұл 441 болады. 441 бұл 21'дің квадраты. Мұнда жазып қойайын. 21'дің квадраты. Енді y1 тең болады. 29 қосу 21 бөлінген 2. Нәтижесінде 25'ті береді. 29-ға 21'ді қосамыз 50, 50'декке бөлеміз 25. Бұл жерде біздің бұл y1'іміз, онда x квадрат тең 25 болды. Енді бұдан x дегеніміз, онда x'іміз плюс минус түбір астында 25, 5. Екі түбір табылды. Енді y2'ін табайық. 29 минус 21 бөлінген 2. 29'дан 21'ді азайтсам 8, 8'декке бөлем 4. Енді x квадрат тең 4. Мұнау бірінші плюс минус 5 бірінші, екінші шешім болса, енді үшінші, төртіншісі плюс минус 2, 4'тің түбірі. Осылай b квадрат теңдеуді де 4 шешім бар екен, бізге белгілі болды. Келесі квадрат теңдеудің бір түрі бар, бұл x квадраттың коэффициенті a тең 1 болады. Бұл кезде бұл теңдеу келтірілген квадрат теңдеу деп аталады. Келтірілген квадрат теңдеуді жалпы x квадрат плюс px плюс q тең 0 түрінде белгілеу ол қалыптастырылған. Мұның шешімін біз тағы да қысқаша, міне b квадрат теңдеу. Жоғарыдағы формуланы қолданып, оны ықшамдайтын болса, ең соңында міне минус p бөлінген 2 плюс минус p квадрат бөлінген 4 минус q. Осындай тіпті қысқаша формула қолданып біз шығара аламыз. Ең қарапайым бір мысал келтірейін. x квадрат плюс 4x минус 5 тең 0. Міне, бұнда әсіресе мұның екінші коэффициенті жұпсан болған кезде өте оңай шығара аламыз. x1, 2 тең, міне, мұнарда мұна p 2-ге бөлінген. Және қарама-қарсы таңбамен алынған. P-ның орнында бізде 4, Q-дің орнында минус 5. Мұнда p бөлінген 2 минус таңбалы менен 4-ті 2-ге бөлеміз 2. Плюс минус
Ana p kvadrat bölünген 4'ümüz ol p bölüngen 2'nin kvadratı деген söz. Endi onu kvadratlasak 4 munda karama karşıdan hemen geledi. Q munda plus 7 endi minusga ауысады. Munda 5 minus 5 edi endi munda plus 5 geledi. Sonымен minus 2 plus minus mınау төбелештің ішінде 9 тұр, одан 3 шығады. Сонда міне минус 2 плюс 3 ол 1, минус 2 минус 3 ол минус 5. Мынау немесенің жақшасын қоямын. Бұл теңдеудің түбірлері 1 немесе 5. Бұл жерде жаңағы дискриминантты жеке тауып көп жұмыс істемей-ақ осындай қысқаша тәсілменен келтірілген квадрат теңдеуді оңай шығаруға болады екен. Сосын келтірілген квадрат теңдеу үшін вет теоремасы деген болады. Оны біз тағы да 8-ші сыныпта өткенбіз. X квадрат плюс px плюс q тең 0 теңдеу үшін, егер оның екі түбірі x1 мен x2 бар болса, онда олардың қосындысы p-ның қарама қарсыдан алынғанына тең болады дағы, көбейтіндісі q бос мүшеге тең болады екен. Осы вет формуласын қолданып, кейбір теңдеулерді тіпті оңай шығарып кетуге де болады. Енді біз квадрат теңдеулерге келтіруге болатын басқа күрделірек теңдеулерді дағы квадрат теңдеулерге келтіруге болады. Мысалы мұнда бірінші мысал. Жақшаның ішінде x квадрат минус 2x жақшаның сыртты қайта квадрат минус 2 жақшаның ішінде x квадрат минус 2x минус 3 тең 0 теңдеу берілді делік. Онда біз мұна жақшадағыны x квадрат минус 2x-ті қандайда бір басқа белгілеумен енгіземіз. Y деп қойайық мұнда. Y болсын. Онда біздің теңдеуіміз міне y квадрат минус 2y минус 3 тең 0 теңдеуіне келеді. Енді мұның біз жаңағы келтірілген квадрат теңдеудің формуласын қолданып, y1 мен 2-ні тапсақ, y1, 2 тең міне. Минус 2-ні қарама қарсыданғанмен жартысын аламыз. Ол 1 болады. Плюс минус 1-дің квадраты 1, мына q дегеніміз минус 3 біздің жоғарыдағы формулада. Енді оны да қарама қарсыданғанмен мұнда кеп қоямыз. 4, 3. Сонымен түбірасы 4 шығады. 1 плюс минус түбірасынан 4-тен 2 шығады. Бұл бір түбірі 3, бір түбірі минус 1 екенін білдіреді. Біз белгілеуіміз бойынша x квадрат минус 2x-ті y деп белгілеген едік. Y-іміз біздің 3-ке тең болды. Біріншісі 3-ке тең болды. Онда x квадрат минус 2x минус 3 тең 0 болады. Бұл жерде біз қайта квадрат теңдеу пайда болғандықтан, мұны жоғарыдағы тәсілдерменен шешетін болсақ, x1 минус 1, x2 минус 1 менен 3 болады. Екінші, тағда x квадрат 2x-ті енді мұна y2-іміз біздің минус 1. Осыған теңестіреміз. Бұл кезде біздің теңдеуіміз x квадрат минус 2x плюс 1 тең 0 теңдеу шығады. Бұл кезде мұнау x минус 1-дің квадраты екені белгілі. Олай болса, бұл жерде x3 пенен x4 екеуі де 1 болады. Сонымен
Бұл теңдеуде 3 шешім бар. Мұнарда x 4 тең шешім болу керек еді, соңғы екеуі беттесті. -1, 1, 3. Тағы да біз қандай теңдеулерді квадрат теңдеуге келтіруге болады? Рационал теңдеулер деп аталады. Рационал бөлшектерменен берілген өрнектерден де теңдеу құрылған. Мұнда бізде мысал келтіріліп тұр. Міне 4 бөлінген x минус 3 пенен x минус 1-дің көбейтіндісі. Плюс 2 бөлінген 3 минус x. Плюс 3 бөлінген x минус 1 минус 7 тең 0. Бұларда біз кәдімгі рационал бөлшектерді ортақ бөлімге келтіретін тәсілдерменен ортақ бөлімге келтіреміз. Ол үшін бөліміндегі көбейтінділерді ортақ бөлімге келетіндей етіп ықшам түрге қоюымыз керек. Мұнарда x минус 3 бар, мұнда 3 минус x бар. 3 минус x-ті біз x минус 3 түріне келтіру керек. Мұнарда x минус 1 бар, мұнда да x ол 1 дей тұр. Сондықтан біз мұна ортасындағы 3 минус x-ті x минус 3-ке келтіру керек. Онда теңдеуді біз қалай жазамыз? 4 бөлінген x минус 3 x минус 1. Айырманың орнына ауыстырғанда алдына минустан шығады. x минус 3, 3 минус x-ті x минус 3-пен алмастырсақ, минустан алдына шығады да, ол бөлшектің алдына келеді. Осы түрінде жазамыз. Енді мұның ортақ бөлімі x минус 3 пенен x минус 1-дің көбейтіндісі болды. Мұнда 1-ден, мұнда x минус 1, мұнда x минус 3, мұнда екеуінің көбейтіндісі. Онда теңдеуді біз бұлай жазамыз. 4, 2x минус 1 плюс 3, x минус 3. Минус 7, x минус 3, x минус 1 тең 0. Жақшаларды ашамыз. 4 минус 2x плюс 2 плюс 3x минус 9. Мұнарда x квадрат болады, ол минус 7-мен көбейтіліп, минус 7x квадрат. Енді мұнау минус x, минус 4x болады, минус 7-мен көбейткенде, плюс 4, 7, 28x. Мұнау плюс 3, минус 21, тең 0 болды. Үлкен дәрежелерді алдымен жазу керек. Минус 7x квадрат. Мұнда 2x, мұнда минус 2x плюс 3x, 1x. Мұнда 28x. Нәтижесінде плюс 29x. Мұнда 4, 2, 6, минус 9, минус 3, минус 24, минус 24. Тең 0. Квадрат теңдеуде көбінде мұна x квадраттың коэффициентін оң таңбаға келтіріп алсаңдар, онда теңдеуді шешуге қолайлы болады. Ол үшін мұнаны минус 1 менен көбейтеміз. 7x квадрат минус 29x плюс 24 тең 0. Арғарай дискриминант тәсілін ең бірінші мысалдағын қолданып, бұл теңдеуді біз енді шеше алатын теңдеуге келді.
Біраз тағы да бір жаттығу қояйын. Рационал теңдеулерді. Екінші мысал жазайын. 5 бөлінген 2 минус 2х 8 3х минус 3 тең 5 бөлу 18 2 плюс х минус 1. Тағы да бөлімдерін ықшам түрде әрі біріңғай түрде келтіру керек. Мұнда бізде х минус 1 бар. Мұнда 3-ті жақшының сыртына шығарсақ х минус 1 болар еді. Мұнаны 2-ті жақшының сыртына шығарсақ 1 минус х болады. Сол үшін біз мұны орнын ауыстырып, жоғардағыдай минус таңбалы алдына шығарамыздағы 2-ті жақшының сыртына шығарамыз. х минус 1, 5 мұнда. Минус 8 бөлу, 3-ті жақшының сыртына шығарамыз. х минус 1 тең 5 бөлінген 18 2 плюс х бөлінген х минус 1. Енді ортақ бөліміне біз 18 көбейту х минус 1-ді аламыз. Сонда мұнда 9-дан болады. 18 х минус 1 мұнда бар. 18-ді 2-ке бөлеміз 9 болады. Мұнда х минус 1 бар. 18-ді 3-ке бөлеміз 6 болады. Мұнда 18 бар. Мұнда х минус 1 болады. Мұнда 18-дің өзі болады. Жетіспей тұрған көбейткіштерді қойдық. Енді міне минус бөлімнен, ортақ бөлімнен құтқарамыз. 5 9 45 минус 6 8 48 тең 5 пен х минус 1-ді көбейтті. Мен тура жақшаны ашып жаза берейін. 5х минус 5. Азайтылған 2 плюс х-ті тағы да мен тура 18-бен көбейтіп жаза берейін. 36 алдында бөлшектің алдында минус таңба болғандықтан ол қосылғыштардың барлығының таңбасын өзгертеді. 18х. Міне 18х айнымалысы бар 2-ақ қосылғарды. Мұнда 5х азайтылған 18х. Бұл 13х болады. Теңдеудің сол жағына шығаратын болсақ, 13х тең. Басқа сандардың барлығын оң жағына шығарамыз. Мұнда 45, 48, 93, 93-тен мұнда 36, 5, 41. 93-тен 41-ді азайтамыз. 93 азайтылған 41. Сонымен 13х тең 52. Х тапсақ 52-ні 13-ке бөлеміз 4. Мұна келтірілген квадрат теңдеуді екінші мүшесі жұп болмаған жағдайда да сол формуланы қолдануға болады. Оған тағы да мен бір мысал айта кетейін. Х квадрат 3х қосылған 2 тең 0 теңдеу берілді делік. Онда бізде келтірген квадрат теңдеудің формуласы былай ғой, міне.
p bölüngen 2 plus minus mınarada osunun kvadratı turu gerek. Mına p kvadrat bölü 4 degenimiz ol minus p bölüngen 2'nin kvadrat degen söz. Minus q bolu gerek bolatın. Mine x 1 men 2'ni tapkanda mine 3 endi jupsan emes, onda onu bölçek türünde koya berүүgө bolat. 2'den 3 plus minus 2'den 3'tün kvadratı 4'ten 9 4'ten 9 mine yerde minus 2 teң 2'den 3 plus minus ortak bölümge keltirsek mine 4'ten 2 4'ümüz 8 bolat dagı 9'dan 8'de alganda 1 teң 2'den 3 plus minus 2'den 1 çıgat. X 1 teң ortak bölümler 1'dey 3'e 1 qoşulup 4, 4'te 2'ye bölüm 2. 3'ten 1 dalam 2, 2'ni 2'ye bölüm 1. Bul təslimində çağırığa buladı eken. Bizim birinci sabahımız ayaqtaldı. Sağ olunuzlar.